Инстаграмға әскер туралы видео салсаң, астында комментарийда обязательно бір адамдар жазады ғой, осылай: ойбай, тура біздің баламыз деген ұрып соғып жатырсыздар, өліп қайтып жатыр әскерден деп. Ол 100%. Неге десеңіздер, өйткені мен әскер құрамында 10 жыл болдым. 10 жылда мен көрген ащы шындығымды айтып берейін сіздерден. Әскерде условия жоқ дейді. Ол өтірік нәрсе. Әскердің іші кәдімгі бала бақшамен бірдей, тек қана балалар сол жерде қонып ұйықтайтыны болмаса. Неге олай дейсіздер? Себебі әскерде WhatsApp группалар бар. Бүкіл ата-ана сол жерде отырады. Таңертеңнен кешке дейін жазатыны: мен ұлым не істеп жатыр, мен ұлым неме киіп жүр, мен ұлым қандай тамақ ішіп жүр, фотосын жіберіңізші, видеосын жіберіңізші. Бір күн үйге хабарласпаса, ата-аналар шығады: ойбай, мен балам тура видеозвонокпен шықпады деп. Осы шындық міне. Қазіргі садик осылай. Мен ұлым өз садикта болды да, андай WhatsApp группаға бір рет кіріп қарап көрмедім. Мен ұлым не істеп жатыр, қалай болып жатыр. Өйткені мен сені тапсырдым ба, болды, тапсырдым. Ал сіздер өздеріңіз сөйтіп үйретесіздер. Ал әскерге жібермесеңіздер не істейді сіздің балаларыңыз? Жүреді түні клубта, азаннан кешке дейін, және компьютерный клубтар, PlayStation'дар, өзі ішіп келіп таңертең сонымен жүреді. Сіздердің берген тәрбиелеріңіз сондай, және командирлердің тәрбиесімен сіздер еще салыстырасыздар. Иә, әскерде болады, әскерде неме болады? Мужской коллектив, және еркектер болғаннан кейін ол жерде ұрыста болады, боқтықта болады, қол жұмсау деген. Мен осы 10 жыл жұмыс істесем де, ең кішкентай болдым, ең бойы кішкентай, ең салмақ кішкентай адам болсам да, мені бір тепкілеп ұрған кездер болып көрмепті, шын айтайын. Мен оны өз көзіммен де көрмеппін, біреуді алып тепкілеп кәдімгідей. Қазір сіздер айтасыздар: ойбай, тура өлтіріп тастапты деп. Бола случайность. Балалардан ол. Және психологически дайын емес. Үйретіп сағансыздар, кішкене сәл болса бір қызы таста кетті ма, болды, ол психологический травма онда. Қазір сол сөз ғой бізде, бір кішкентай бірдеңе балада болса, ойбай, ол психологический травма. Сол психологический травмамен келетті, жәнегіде сіздер одан сайын давить етесіздер. Ұрып жүрген жоқ па ешкім, соғып жүрген жоқ па, бәрі нормально. Сөйтіп сұраған сайын бала, конечно. Мектептен келген баладан сұрасаң, сен де: мұғалім ұрысып жүрген жоқ па десе, иә, ұрысып жүр дейді. Оған өйткені бармау керек те өз жерге. Сол сияқты әскердегі сарбаздарды солай: біреу ұрып жүрген жоқ па? Иә, ұрып жүр. Западлы ғой. Кезінде бізде әскерде бірдеңе үйге айтуға позор болатын, анан бүйтіп жүр, сөйтіп жүр деп, тамақ, анау мынау деп айтқан позор болатын. Қазір білмеймін, бүкіл условия жасалып тұр. Сарбаздарыңыз жанында командир таңертеңнен кешке дейін жүреді. Сіздің сарбаздарыңыз үшін, және сіздің балаларыңыз үшін үйдегі өз отбасының балаларын ұмытады ғой, және командирлер. Бірақ оның қадірін түсінбейміз. Біз жамандай кетеміз: ойбай, командир кінәлі деп. Балаңыз кінәлі. Балаңыз дайындаңыз, өзіңіз кінәлісіз. Өзіңізді дайындаңыз, балаңызды әскерге жіберу деген сұмдық. Қазіргі заманда балаларыңыз әскерден қашып жүрген деген бұл өте сұмдық нәрсе. Елден, және шет елдер қарап бізге мазақ қылады ғой: мынаны Қазақстанды басып алу 5-ақ минут дейді ғой мына түрімізден. Өйткені ешкім жоқ әскерде. Бәрі қашып жүр.